Қаптаған өсек аяң, жалған жала жабу, қауесет сөздер, бәрінен шаршадық. Өмірде кімсіз? Айнаға қараңыз. Әскери борышымды өтедім деп жатырсыз. Я міне Забайкальеде служить еттім 2 жыл. Онда мен Теміртаудан кеттім ғой, әскерге. Неге Теміртаудан? 70 жылы комсомольский путевкамен Теміртауға шақырды ғой. Соны оқып біткеннен кейін ағаме сояққа кеттім, ағаның қолына. Ол кезде ағаңыз Теміртауда қызметте болатын. Сол кісінің үйінен әскерге кеттім. Яғни сіз еңбек жолыңызды бірінші Теміртаудан бастап тұрсыз? Теміртаудан бастадым. Содан соң әскерге кеттіңіз. Ол кісі енді өзі ұқсап мені металлургический комбинатқа, Карагандинский металлургический комбинатқа жұмысқа алды. Ең бірінші сол көмекші металлург боласың ба деді. Көрсетті, қорқып оған бармай қойдым мен. Айттым, бұның жұмысы рахмет, өзіңіз істейсіз. Солда жетер біреу істеген деп. Бір үйге бір металлург жетеді. Қаптаған өсек аяң, жалған жала жабу, қауесет сөздер, бәрінен шаршадық. Өмірде кімсіз? Айнаға қараңыз.